онлайн ол цифрландырған барлық газеттер демесем де, енді жартысқа жоқ газеттер енді өлшемі азаяды дегенім ғой. өлшем азайып келе жатыр. Жыл сайын мен оны рас, жыл сайын газеттің, журналдың саны 10-15%-ға азайып келе жатыр. Соның өзінде 33 миллион. Соның өзінде 33 миллион. Жаңа салыстырмалы түрде мен сізге айтсам, 2017 жылы бізде 94 миллион 600 мың болатын. Мінекей. Міне, 2017 жылы. Бүгінгі күні 30 миллион, 33 миллион. Яғни 3 есеге азайды деген. Яғни бұл жаңағы цифрландыру бойынша. Яғни өзіңіз көріп отырсыз ғой, мысалы қарап отырсаңыз, қайсы жылдан барады. Пока типографиядан распечатка жасайын дегенше, ол таңғы сағат 9-а кез келген жаңағы өзіңізге қажетті деген жаңа газет журналдың сайтына кіріп, бүгінгі болып жатқан жағдайды көруге болады. Оқуға болады деймін де. А бірақ қағаз жүзінде әрбір адамның несі бар ғой енді. Біреу қағаз жүзінде оқығысы келеді, біреу электрондық түрде оқығысы келеді. Әркімнің талабы әртүрлі. Кімге қалай ыңғайлы солай жасайды.